Бесінші есепте былай деп берілген. Үш мерген нысананы көздеп бір-біріне байланыссыз оқ атады. Біріншінің нысанаға дәл тигізу ықтималдылығы 0,6, екіншісінікі 0,65, үшіншісінікі 0,7-ге тең. Егер әр мерген бір реттен ғана оқ атса, онда нысанаға кемінде біреуінің тигізу ықтималдылығы неге тең дейді? Кемінде біреуінің. Яғни былайша айтқанда біреу тигізуі мүмкін, екеуі тигізуі мүмкін, үшеуі де тигізуі мүмкін. Осылардың барлығының ықтималдылығы қандай дейді? Енді бұларға қарама-қарсы оқиға қандай оқиға? Ең болмаса біреуінің нысанаға тигізуіне қарама-қарсы оқиға. Ең болмаса біреуінің ба? Жоқ, үшеуінің. Қандай? Бірінші нысанаға үшеуінің біреуінің тигізу десең, онда екеуінің тигізу. Мерген бір атқанда олар тигізбеуі. Екеуінің тигізу. Қазір қара, үш мерген атты. Бір-біріне атқан кезде тигізбеуі. Нысанаға бір реттен атты. Енді қандай жағдайлар бар? Үшеуі де тигізбеуі мүмкін, е? 0, 0, 0 дейді. Біреуі тигізіп, қалғандар тигізбеуі мүмкін. Яғни, былайша айтқанда, үшеуінің жинаған ұпайлар саны 0 болуы мүмкін, 1 болуы мүмкін, 2 болуы мүмкін, 3 болуы мүмкін ғой. Негізінен барлық 4 жағдай бар. Ұпайлар санын қарайтын болса. Енді, ең болмаса біреуінің тигізуі ол мыналар ғой. Яғни, 1 ұпай, 2 ұпай, немесе 3 ұпай болуы мүмкін. Біреуі тигізуі мүмкін, екеуі тигізуі мүмкін, үшеуі тигізуі мүмкін. Осы үшеуінің бірігуі болады. Ал бұларға қарама-қарсы оқиға бұл жерде ешқайсысының тигізбеуі. Сондай ма? Мыналардың төртеуінің де ықтималдылықтарының қосындысы неге тең? 5, 6. Мынау екі жағдайдың да, мынау бір жағдай, мынау екінші жағдай. Осы екі жағдайдың да ықтималдық оқиғалардың, ықтималдықтарының қосындысы неге тең? 3-тен 1. Қазір қара, бір мен өткен түсіндірген едім ғой. Мысалы, тиімді лақтырған кезде қанша жағдай болуы мүмкін? Екі жағдай. Сан жағымен түсуі мүмкін, ел таңба жағымен түсуі мүмкін. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы оқиғалар ғой. Екеуінің оқиғалардың, осы екі оқиғаның ықтималдықтарының қосындысы неге тең болады? Бірге тең болады. Біреу орындалса, басқа жағдайлар жоқ. Басқа жағдайсыз. Енді, мынау бір оқиға, ең болмаса біреуінің нысанаға тигізу деген оқиғасы. Мынау бірде-бір мерген нысанаға тигізбеу деген оқиға. Мынаны P1, мынаны P2 десек, ықтималдықтарында, мынау оқиғаның ықтималдықтарын P1, P2 десек, онда осы екі оқиғаның ықтималдықтарының қосындысы неге тең болады? Бірге тең болады. Бұл екеуінің қосындысы бірге тең болады. Барлық оқиғалардың жағдайлардың саны ғой бұл. Мына екеуінің қосындысы бірге тең болады. Сонда біз қазір мынаны тапсақ, бірде біреуінің тигізбеуінің ықтималдығын тапсақ, біз мынаның ықтималдығын таба аламыз ба? Енді бірде біреуінің тигізбеу ықтималдығын табу үшін. Мысалға бізде бірінші мергеннің ықтималдылығы тигізу ықтималдылығы 0,16 болса, тигізуінің ықтималдығы 0,6 болса, онда тигізбеуінің ықтималдығы 0,4. Екінші мергеннің нысанаға тигізуінің ықтималдығы 0,165. Онда тигізбеуінің ықтималдығы 0,135. Үшіншісінің тигізу ықтималдығы 0,7. Тигізбеу ықтималдығы 0,3. Үшеуінің де нысанаға тигізбеу ықтималдығын табу үшін мынау P2-ні дұрыс айтасың, көбейту ережесі. Үшеуінің
ықтималдықтарын көбейтеміз. Ал көбейтіндер қанша болады? 0,4, 0,3-ке көбейтсек, 0,042 деген қандай сан ол? 0,42. 0,42. Бұл бізде P2, мынау оқығанның орындауы. Бірде-бір мерген нысанаға тигізген. Енді ең болса біреуінің нысанаға тигізу ықтималдығын табу үшін бірден нені азайтамыз? 0,042-ні азайтамыз. Қанша болады? 0,958. 958. Есептің жауабы осы тұғын.